Саламатсыз ма, құрметті жас түлек, ұлттық бірыңғай тестке 2 ай қалды, ал мына есеп кеше наурыз ОБТ-да келген. Соңына дейін қара, өткені саған пайдалы болуы мүмкін. Кеттік, бастадық. Бұл тақырып жалпы физикада лифт деп аталады. Және ол ең қызық нәрсесі есептеуде осылай лифт болып келеді. Яғни 40 килограммдық адам лифттің ішінде 0,3 метр секунд квадрат үдеме қозғалған кездегі сол адамның несін сұрап жатыр, салмағын сұрап жатыр. Енді көп адам былай ойлайды, енді салмақпен жалпы F екеуінде өлшем бірлігі Ньютон, екеуі бір-біріне тең, F-тің формуласы mg, немесе есепте А бірінші өліп тұрғаннан кейін m-ға қоям, и все дейді. И сонымен есепте отырады, дұрыс жауап шықпай. Немесе дұрыс жауап шықса қадалады. Яғни бұл жерде тұрған m мен А-ны көбейтесің, сол кезде 12 шығарма, 12 деген ол жерде nt-да точно тұрады сенде жауап. Ол уже дұрыс емес. Біз қандай сөзге мән береміз? Төмен деген сөз тұрады. Яғни лифт қарай қозғалып жатыр, төменге қарай. Вот сол кезде формула былай болады. m тең m жақшаның ішіне төмен қарай болатын болса, минус. Төменге қарай болатын болса, ал жоғары қарай болатын болса, mg плюс a болады. Жоғары қарай. Вот орнына қоясыздар, болды. m-нің орнына 40-ты қоямыз, g-дің орнына 10-ды қоямыз, a-ның орнына не тұр бізде? 0,3 тұр. 10-дан 0,3 жасақ, жақшаның іші 9-да 7 шығады, 40-ты көбейтеміз кімге? 9-да 7-ге. Бұл кезде сізге калькулятор көмекке келеді. 9-да 7-ні көбейтесіз 40-қа, тең 388 болып шыға салады екен. Осымен есеп аяқталды. Өлшем бірлігі Ньютон. Все, болды.